Assalamualaikum. Assalamualaikum. Қалайсыздар? Тойға қонақтастыр ма? Иә. Жақсы. Қай жағынан келдіңіздер? Ел боласыздар? Шахар, Шымкенттен келді. Шымкенттен келген. Ел боласыздар бұл үйге? Күйеу балдар. Күйеу балдар ма барлық? Жақсы. Assalamualaikum. Toy құтты болсын. Ay, mına dasturxandarыңды әдемелеп, бетінің бәрін жөндеп апарып ана қанағың қарай. Болады? Ана қарана көкеге. Қалай, жақсы ма екен? Иә. Иә, мынаны. Кейін столға барғасын. Иә, столға барғасын. Кейін ана қаршы, ана көкеге қараш. Жылап жатыр. Жылама? Қазір әйрет киімін киіп аламыз. Ананы самсастайын болған жоқ па? Самсасына келген жоқ па? Жоқ, ана көміне. Жүр ана самсаны көру керек. Тоғыздан аузын ашасың ба? Аштырмайды. Кешке де бана ашып кигіземіз. Кешке ашып кигіземіз. Қанеке келіндер айтып жүрші, біріншіге не болады? Не болады дейміз? Тамағыңды айтсайшы. Манты болады. Манты болады. Екіншіге не болады? Сорпа. Сорпа болады, дұрыс. Не болады дейміз? Барлығы орында шығар, бүгінгі қонақтар ешқандай ренжімейтін шығарсыздар, е? Жоқ. Жақсылап шығарып саламыз. Молодец. Рахмет. Кесей. Аман есен денің сау ма, шауды тұрасың. Айналайын. Рахмет. Ата-анаңа мейірманды бол. Жоғар шығыңыздар енді бұлай қарай жүре Жоғар, төрлетіңіздер, төрлете беріңіздер. Мына тарланымызға дейін түсетін болды ғой. Дима, ана иттің үстеміз тұрда бір түсіп Итіңді көрсетсей? Тарима. Сау сопақ қалай жағдай? Мынау жетпеген жер бар ма? Ay, Asqar менің мына күллі балашағымды жаңағы мыналары мына дуаналар сәл былайырақ қояйын өзін былайырақ қойған Қандайлар бар ма? Тамақтары? Видеоға қара. Әдейін сөйлей бір қарап қойып. Құтты болсын, бая шырағын қойдан қойыласа берсін. Қойдан келген Бізді мына бетіне бер қарай түсіріңіз.
Бүгінгі мынау жиылып бас қосып отырғанымыз келініміз Назираның 40 жасқа толғаны. Мынау ағайындарға көп рахмет. Burada ешкім шақырған жоқ. Ағайын бар екен, сіздерге көп рахмет. Осы шағын отырыста ашып қызықтауға рұқсат беріңіздер. Құрметті қонақтар, осы отырыста алып баруға ортамызда мынау Үсен деген азамат жолдасымыз отыр. Осыны басқаруға рұқсат беріңіздер. Назираның 40 жасқа толған мінекей тойына жиналып, келіп, алтын уақыттарымызды бөліп, сонау Кентау қаласынан, сонау Арыс қаласынан келіп отқандарымызға Науан көкемнің, Сарабайдың келіні Назира, ұлы Ибатбек, мынау микрофон ұстап, сіздерді столға отырғызып жатқан Қымбатбек, мінекей рахмет айтып жатыр сіздерге. Құрметті Қымбатбек, алтыннан жағаң болса да, етекпенен жең керек, сақабатыр болсам да ағайынмен жүріп керек дейік. Міне ағайынға, туысқанға, ағайының жоқ болса, өзің білесің, ілгерде бір мақал бар еді ғой деп жүретін. Бармағың шайналып кетеді деп. Мінекей ағайын туысқанға, мінекей Қармақбай көкембе, Епберген көкембе рахмет, мінекей алтын уақыттарын бөліп, міне Назираның, мына Ибатбектің қызықшылығына бір келіп, бір отырып, жақсылық ниетімізді айтып келіп отыр. Енді ортаға шығыңыздар, енді осындай тойда билемегенде біз қаяқта билейміз. Яғни приздің алды қойып тұрсыздан анау гүлем. Жақсы билесеңіздер егер. Туған жүрезім дегенде, жүрегім әркезенде, бір сезім билеп алады, жүрегім дүрсін қағады. Анатау мен мұнатау, алмалатау, атқа жылған кездер, сенің ау туған жер. Үйіміздің жанын күйдетемін, құлағымды өлеңгәу елеңдетіп туған жер. Туған жүрезім дегенде, жүрегім әр кезеңде, бір сезім билеп алады, жүрегім дүрсін қағады, жүрегім дүрсін қағады, жүрегім дүрсін қағады.